Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар, қалайсыздар, амансыздар ма? Денсаулықтарыңыз қалай, жақсы ма? Мына Қырғызстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасының айтып отқан тыңдаңдаршы. Что, думаете, на вас не будет управы? Будет еще управа. Еще какая управа будет? Каждого из вас отправят в тюрьму. Эмилер даярбы, машиналарыңар барбы, автобус барбы, спецназ барбы, чарғыламын. Поэтому, ребята, өзіңерден көргілі, ұқтыңарбы? Мен сілерге айтқам, өзіңерден көргілі. Бала чақаңар бар, ата-енеңер бар, туған ұрықтарыңар бар. Ошыға қарабастан сілер. Мыйзамды тоғытпостон ойлодыңар оқшайды. Ушундай болып жүре береді. Ташиев айтып қойды, есіне шығып қалды, болды деп. Нет, мен айттым, предупреждение еттім, бірақ біз іштеп отқанбыз. День за днем наносите многомиллионные, миллиардные ущербы бюджет страны. Каждого из вас отправят в тюрьму. За то, что вы, игнорируя закона, наносите ущерб государству. Я несколько раз предупреждал вас, несколько раз говорил, несколько раз просил, несколько раз отправлял людей, даже несколько раз ваших коллег арестовывал. Но вы не перестали этим заниматься. Бізге де осындай басшы керек деп ойлайсыз ба жалпы? Қалай ойлайсыздар сіз? Пікірлеріңіз қандай ағайындар? Лайк басыңыздар, пікірлеріңізді қалдырып, репс жасап кетіңіздер ағайындар. Пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Менің ойымша бізге де бір осындай бір басшы керек деп ойлаймын. Аман болыңдар ағайындар.